Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін біз қоғамдық гуманитарлық бағыттағы 10-шы сыныптың ағылшын тілі пәнінен 3-ші тоқсандағы 2-ші БЖБ-сына талдау жасаймыз. БЖБ-ның тақырыбы Breakthrough Technologies, серпінді технологиялар. Бірінші тапсырма Reading. Task 1. Read the text and choose the correct option. Бірінші тапсырма берілген мәтінді оқып, төменде берілген сөйлемдердің жауабының дұрыс нұсқасын табу. Қазір мен бұл мәтінді оқып аударып шығамын және қазақша аудармасын видео описаниясында қалдырамын. Nanotechnology is the latest breakthrough in technology. It refers to science and the technology in dimensions smaller than 1000 nanometers. Нанотехнология бұл технологиядағы ең соңғы жаңалық. Ол 1000 нанометрден аз өлшемдердегі ғылым мен технологияға қатысты. 1 nanometer is a billionth of a meter. 1 нанометр метрдің миллиардтан бір бөлігі. The research in nanotechnology is going primarily in two directions: construction of objects atom by atom and the production of nano-sized machines. Нанотехнологиядағы зерттеулер негізінен екі бағытта жүріп жатыр: атомдар мен объектілерді құрастыру және нано өлшемді машиналар жасау. This field of technology is still mysterious for me and includes a number of undiscovered things. Технологияның бұл саласы мен үшін әлі де жұмбақ болып табылады және оған көптеген ашылмаған нәрселер кіреді. Imagine if we could build objects by assembling the atoms. Елестетіп көріңізші, біз атомдарды біріктіру арқылы объектілерді сала аламыз ба? It is fascinating that we could build whatever we wanted from a diamond to a flower. Біз гауһар тастан гүлге дейін қалағанымызды сала алатынымыз өте қызық. We would simply gather the necessary atoms in the correct way to make anything we wanted. Біз өзіміз қалаған кез келген нәрсені жасау үшін қажетті атомдарды дұрыс жолмен жинайтын едік. If we got hungry, you wouldn't have to cook. Егер сіз аш болсаңыз, тамақ пісірудің қажеті жоқ еді. You would just order what you wanted from a machine and it would assemble the food for you, atom by atom. Сіз жай ғана машинадан өзіңіз қалаған нәрсеге тапсырыс бересіз және ол сізге тамақты атомдардан бастап жинап әкеледі. If you needed new clothes, you wouldn't have to go to the store or even sew. A machine would assemble the atoms into a beautiful outfit. Егер сізге жаңа киім керек болса, дүкенге барудың немесе тіпті тігудің қажеті жоқ еді. Машина атомдарды әдемі киімге жинайды. Another branch of nanotechnology research involves making nano-sized machines for different purposes. Нанотехнологиялық зерттеулердің тағы бір саласы әртүрлі мақсаттарға арналған нано өлшемді машиналар жасауды қамтиды. It is surprising that these nano-sized robots could go into your body and cure diseases. Бұл нано өлшемді роботтар сіздің денеңізге кіріп, ауруларды емдей алатыны таң қалдырады. If you got sick, you wouldn't need to have surgery. Егер сіз ауырып қалсаңыз, сізге операция жасаудың қажеті жоқ. You would just drink a solution that contained the little nanorobots and they would repair your body from the inside like little mechanics. Сіз жай ғана шағын нанороботтар бар ерітінді ішетін едіңіз және олар кішкентай механиктер сияқты денеңізді ішінен қалпынан келтіреді. Nanotechnology raises interesting questions, but in my view, it has a lot of potential. Нанотехнология қызықты сұрақтар тудырады, бірақ менің ойымша оның әлеуеті көп. If we could use nanotechnology to produce food and objects, it would mean the end of hunger and poverty. Егер біз нанотехнологияны азық-түлік пен заттарды өндіру үшін қолдана алсақ, бұл аштық пен кедейліктің жойылуын білдіреді. Perhaps we could even travel long distance almost instantly by deassembling our atoms in one place and reassembling them in our destination. The sky is the limit to what we could do with nanotechnology. Мүмкін біз атомдарымызды бір жерде бөлшектеп, оларды баратын жерімізде қайта жинай отырып, ұзақ қашықтыққа лезде саяхаттай алатын едік. Тапсырманы орындау үшін осы мәтіннің соңында берілген сөйлемдерді оқып, тест түрінде берілген жауаптардың қайсысы дұрыс екенін табуымыз керек. Бірінші сұрақ: Nanotechnology as a science is C жауабы дұрыс, unknown for the author. Екінші сұрақ: Nanotechnology helps us to build wherever we wanted. A жауабы дұрыс, the author is amazed by this fact. Үшінші сұрақ: Nano-sized robots could treat diseases. B жауабы дұрыс, the author is surprised by this fact. Төртінші сұрақ: According to the author, nanotechnology is a жауабы дұрыс, promising field. Осымен тест түріндегі сұрақтар тамам. Енді бізде readingнің екінші тапсырмасы бар. Task 2. Which paragraph answers the following questions? Қай параграф, яғни қай абзац мына сұрақтарға жауап береді? Біз соны таңдауымыз керек. Абзацтардың алдында A, B, C, D әріптері тұрғанын көрдік. Қазір соларын белгілейміз. Бірінші сұрақ: How could we use nanotechnology to manufacture things? Текстта бізде B абзацында айтылған болатын. Екінші сұрақ: What is nanotechnology? Бұл сұрақтың жауабы A абзацында айтылған.
бжб-ның келесі бөлімі бізде writing, жазу тапсырмасы. Task 3. Write your opinion to the topic Will robots have an ability to think? Write one detailed paragraph. Жазбаша тапсырмаға роботтар ойлай ала ма деген тақырып берілген. Осы тақырыпта жақсы бір эссе жазу керек. Tips for writing. Write your opinion. Өз ойыңызды жазыңыз. Include reasons and examples. Себептер мен мысалдар жазыңыз. Use linking words. Байланыстырғыш сөздерді қолданыңыз. Use topic-related vocabulary accurately. Тақырыпқа қатысты сөздерді мұқият пайдаланыңыз. Use future active or passive or future continuous forms. Келер шақтың актив, пассив түрлерін немесе future continuous шақтарын, яғни созылмалы келер шақты пайдалануға болады. Қараңыз, бұл тапсырмада менде 2 эссе бар, яғни 2 эссе дайын. Бірінші эссе мына көз алдыңызда шыққан экрандағы. Бұл эссе қиын тілде, қиын терминдармен, ғылыми түрде жазылған эссе болып табылады. Яғни роботтар туралы, роботтар ойлай алады ма деген сұраққа жауап беретін ғылыми тілмен жазылған эссе болып табылады. Бұл эссені мұқият оқып, видео описанияда келтірілген қазақша аудармасымен де танысып шығуларыңызды сұраймын. Егер бұл эссе сізге қиын болса, немесе көлемі көп болса, сіз азайтып өзіңізге керек тұстарын алсаңыз болады. Ал екінші эссе бізде өте оңай тілмен, жеңіл, түсінікті қылып жазылған және өте қысқа да нұсқа. Егер бұл тым жеңіл болып кетті десеңіз, онда жаңағы бірінші эссемен араластырып өздеріңіз құрастырсаңыз болады. Бұл эссенің де қазақша аудармасын мен видео описаниясында қалдырамын. Өзіңізге керегіңізді аласыз деген ойдамын. Осымен 10-шы сыныптың бжб-сына талдауымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.